Баршаңызға сәлем достар, Түс Шыру каналына қош келдіңіздер. Біз бұл каналда ислам әлемінде танымал түс шырушы ғалымдарының жазған еңбектерін қазақ тіліне аударып, сіздерге ұсынамыз. Сол үшін каналымызға тіркеліп, бізге қолдау білдіріп қойыңыздар. Ал бүгінгі тақырып түсімде мектебімді көрдім деп аталады. Ал ендеше бастайық. Егер түсіңізде мектептің ішінде жүріп қуанып жүрсеңіз, өміріңізде де бір қуаныш болатындығын білдіреді. Жас жігіт түсінде мектебін көрсе, өмірінде бір қиыншылықтар болып жатқандығын білдіреді. Егер түсіңізде мектеп партасында отырғаныңызды көрсеңіз, достарыңыздың алдында беделді болатындығыңызды білдіреді. Егер түсіңізде мектепте өлең айтып жатқаныңызды көрсеңіз, өміріңізде көп қателік жасағандығыңызды және күнәлі істеріңіздің көбейгендігін білдіреді. Сол себепті жасаған істеріңізге тәубе етіңіз. Түсіңізде мектеп қоңырауын естісеңіз, бұл сізге ескерту деп түсініңіз, яғни сіздің қаржылай қиындықтарға тап болатындығыңызды білдіреді. Жас жігіт түсінде мектепке бара жатқандығын көрсе, ол адамның білімнің арқасында көп байлыққа ие болатындығын білдіреді. Егер тұрмыс құрмаған қыз түсінде мектебін көрсе, жақында оған бір жақсы хабар келетіндігін білдіреді. Ал егер де тұрмыс құрмаған қыз түсінде оқу үлгерімінің өте төмен және оқи алмай жүргендігін көрсе, өміріңізде сіздің бәсекелестеріңіздің көбейгендігін және солардың бірі сіздің аяғыңыздан шалатындығының белгісі. Сол үшін де абай болыңыз. Егер түсіңізде мектеп киімін киіп жүрсеңіз, жақында бір қуаныштың болатындығын білдіреді. Түсіңізде мектепке қайтып барғандығыңызды көрсеңіз, сізді бір нәрсе қатты мазалап жүргендігін білдіреді. Достар, егер осы видеомыз ұнаған болса, видеоға лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыз. Және осы видеоны барлық достарыңызға таратыңыз. Келесі видеоларымызды өткізіп алмас үшін каналымызға тіркеліп қоңырауды басып қойыңыз. Сау болыңыздар.